Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабақта мәнге толы өмір деген тақырып бойынша атақты актер, халқымыздың мақтанышы Кененбай Қожабековтың өмірімен танысасыздар. Және осы адамның өмірге деген құлшынысын, рух мықтылығының не екенін түсінесіздер. Ал өмірдің мәнін білуге, дұрыс жол таңдай білуге сабағымызға дәйек сөз көмектеседі. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ретінде орыстың атақты жазушысы Лев Толстойдың қанатты сөзін алдық. Экранға назар аударыңыздар. Неге біз алға, үнемі алға ұмтыламыз? Өйткені өмірдің мәні тек жаңалық ашу ғой. Дәйек сөзді түсіну үшін экрандағы сұрақтарға жауап берейік. Дәйек сөздің негізгі ойы неде? Үнемі жаңалық ашу керек пе? Алға ұмтылу үшін бізге не керек? Жаңалық ашу үшін адамдарда қандай қасиет болу керек? Еге балалар, өмірдің мәнінің өзі де сол адамдарға жақсылық жасау. Сабағымызды ұғыну және дұрыс әрекет құндылығының мәнін терең түсіну үшін қазақтың біртуар керемет адамы, атақты аты аңызға айналған актер Кененбай Қожабековтың ерлікке пара-пар өмірі жайлы түсірілген фильмнің үзінді тамашалайық. Экранға назар аударыңыздар. 1960 жыл, қаңтардың қаһарлы күні. Алматының орталық көшелерінің бірі. Жастар бұл көшені атақты Бродвейге теңеп, Брод деп атап кеткен. Кеш мезгіл еді. Театрдағы дайындыққа асығып бара жатқан артист пен екі әріптесі осы көше бойымен келе жатады. Театрға бір көше қалғанда кенеттен кезіккен бір топ бұзақы үш достың біреуінің өмірін осы оқыс оқиғаға дейінгі және кейінгі деген екі кезеңге бөледі. Бұл жан бізге экран бетінен Ғалия ғашық болған Айдар, не болмаса балалық шағымызға саяхат жасататын менің атым Қожадағы директор ағай болып күлімдейді. Дегенмен бүгінгі әңгімеміз арқалы актердің шеберлігі жайлы ғана емес. Бүгінгі әңгімеміз рух биіктігі мен өмірге деген құштарлық хақында. Өйткені бүгін көз көргендер сабырлық пен ерліктің үлгісі болған ұлы бейне Кененбай Қожабековті еске алады. Мынау кино үйінде де тұсаукесер тойына келген кезде бәріміз Кененбай аға келген кезде жүгіретіміз. Қалай көмектесек екен деп. Өйткені бір магнетизм бар еді ол кісінің. Мейірім. Ағаң Кененбай Қожабеков кинода да, театрда да, қазақ өнерінде орны бөлек. Кәдімгі алғашқы бесіктердің орнына кіретін өнерлі адам еді. Ол кісі өнерге деген, өзінің өнерге деген мақсаты өте жоғары болды. Жаңағы қасіретті жеңу, қиындықты жеңу, ол кімге болса да үлгі. Кененбайды еске түсіргенде мен жылағым келеді. Шынында мен осы күнге дейін жылағым келеді. Аллай қандай адам деп. Нағыз үлгі алатын адамдар ғой. Кененбай Қожабеков 1928 жылы Алматы түбіндегі Ақсеңгір ауылында дүниеге келген. Сұрапыл соғыстың ызғарын сезіп өскен бұл ұрпақ ерте сейеді. Егінен қалған масақты теріп, шөп жинап, бақша егумен қатар шамның жарығымен кітап оқып өскен зерек бала артист мамандығын аңсаған емес еді. Еңбек жолын Алматыдағы Октябрьдің 20 жылдығы зауытында слесарь болып бастайды. Кино көргенде тек оқиғасына қызығатынбыз. Бала кезде киноға кіре алмаған сәтте үйдің шатырына, ағаштың басына шығып көруші едік деген екен актер. Алматыдағы театр училищесіне оқуға түскен ол 1948 жылы алғаш рет кино әлемінде бағын сынап көреді. Режиссер Марк Донскойдың «Аласталған Алитет» фильмдегі айы Чукоткадағы тұңғыш комсомолдың бейнесі. Актер осы фильмде біраз тер төктім. Алайда осы кезеңнен бастап менің өнерге деген ынтықтығым арта түсті деген екен. Осы көріністі түсіру барысында каскадердің көмегінен үзілді кесілді бас тартқан актер қасқырмен өз арпалысады.
Свадебный подарок. Фильмдегі бұл эпизод 6 рет түсіріледі. Нартай Кененбай екінші қабаттан 6 рет секіреді. Арпалыс, қиындықты жеңе білу қасиеттері көп ұзамай бұл жанның өмірлік қағидасына айналады. Конь копытом бьет врага, у быка свое оружие рога. Берегитесь, друзья. Өз басым кинорежиссер Павел Боголюбовтың ұстаздық көмегіне шын жүректен ризамын. Осы бейнені жасау арқылы кино өнеріндегі сәтті сапарым басталғандай болды деп жазады кейінірек Кененбай Қожабеков. Ал кітабыңды. Сен біреу көшіріп алады деп ойлайсың ба? Әркім өз арманын жазады ғой. Көпті көрген Байсалды мектеп директоры Рахманов. Адам үшін ең қауіпті нәрсе ауру емес, білгіңіз келсе жалқаулық. Осы қағидамен алдағы өмірін өткізген актерге Сұлтан Қожықов, Абдулла Қарсақбаев, Нұрғиса Тілендиев сынды асыл азаматтар демеу болады. Екі арыстан қанға боялып бірге жатсын демесең таппырамалың қаршыға. Тағы да бір Тәлкекке салған тағдырдың қорғасындай ауыр салмағына морытсынбай, қиындықтарды жеңуге тырысқан ұлы тұлға, Қазақстанның халық артисі Кененбай Қожабеков немерелерін еркелеткен ата да болды. Қатты қиналыс сәттерде жанына азық болған рухани достары Абай, Мақатаев, Жансүгіров жырлары болса, кезінде театр сахнасында өзі бейнелеген құрыштай шыңдалған Корчагин образы бойына күш қуат беріп, алға ұмтылуға жетеледі. Тағдырмен тайталасып келемін деген байтақ даласындай дархан жан 1988 жылы бақиғаттанады. Нұрлы ақылмен қажыр қайрат, әділетпен өршіл жүрек иесінің бейнесі әлі талай ұрпаққа сәуле шашары анық. Білемін, керемет бір күн келеді, жайнайды жасыл бағым гүлденеді. Көремін, керемет бір күн кешемін, болашағым мен сенмен бірге өсемін, мен сенің үніңменен үндесем, мен сенің тіліңменен тілдесем, тауық құрам бойында бір көшенің. Болашағым, сен тұрсаң мен өлместім. Ақиқаттың алдында бөгелмес кім, жоғалмас не өмірден жөнелмес кім. Сен есем бол, мен мүмкін еленбес. Сол ақиқат, мен сенсіз көгермес. Бейне материалды тамашаладық. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Фильм кейіпкері өмірінің мәні не деп ойлайсыздар? Адамның бойындағы қандай қасиеттері оны абырой биігіне көтеріп, дұрыс әрекетке жетелейді? Неліктен? Кененбай Қожабековтың бойынан қандай асыл құндылықтарды байқадыңыздар? Осы кейіпкерге тағдыры ұқсас қандай адамдарды білесіздер? Олардан қандай тәлім тәрбие алуға болады? Мысал келтіріп әңгімелеңіздер. Кененбай Қожабеков қандай қиыншылық болса да төзе біліп, рух мықтылығын көрсете білген. Сонысымен талай адамдарға үлгі өнеге көрсеткен. Сабағымыздың келесі кезеңі шығармашылық жұмыстарға арналады. Шығармашылық тапсырмалар оқушылар сіздердің сабақ бойы алған білім білік дағдыларыңызды іс жүзінде көрсетуге арналған. Тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырманың мақсатына сәйкес сіздер өз көзқарастарыңызды шынайы өмірмен байланыстырып, мысалдар арқылы өз пікірлеріңізді дәлелдеуге үйренесіздер. Ал енді оқушылар, адамның өзін-өз тануы, өмірдің мәні туралы өз тұжырымдарыңызды жазыңыздар. Өмірмен байланысты мысалдар келтіріп, кестені толтырыңыздар. Келесі тапсырма интеллект картаны пайдаланып, адам өмірін мәндететін не деп ойлайтындарыңыз туралы эссе жазыңыздар. Оқушылар, эссе жазу барысында негізгі мәселені айқын және адам бойындағы қасиеттерді ашуға баса назар аудару керектігін ескеру қажет. Балалар, ойымыз, сөзіміз, ісіміздің бір жерден шыққанын қадағалау үшін біз жобалық жұмысымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жоба жұмыстарының дұрыс шығуы үшін төмендегі сұрақтарға ойланып, жан-жақты жауап беру керек. Олай болса, іске сәт оқушылар. Қандай жағдайда болсын, тәуелсіз тұлға болып қалуға күшіңіз жете ме? Адам бойында бұл үшін қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыздар? Қымбатты оқушылар, бүгін сіздер мәнге толы өмір сабағында ең керекті
табандылық, батылдық, сабырлық деген қасиеттермен таныс болдыңыздар. Осы сабағымызда алған рухани адамгершілік құндылықтардың барлығын жүрегімізде сақтап, өмірдің мәнін ашу үшін алға қарай ұмтылайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.